Hey guys, my name is Sabina. I am Russian activator of Jump Regional. Бүгінгі біздің видеомыз Айқанат олимпиадасы жайында болады. Қазақша контент. IQ топ дегеніміз кімдер? Әрбір облыстың өзінің IQ тобы болады, және де IQ топта 5 оқушыдан болады. Біріншісі қазақ тіліндегі IQ лидер, екіншісі орыс тіліндегі IQ лидер, үшіншісі IQ волонтер, төртіншісі IQ SMM, ал бесіншісі IQ Grants. Айқанат High School Бурабай мектебінің қысқартылған аты IQ HSP, сондықтан бұл сөз көп кездеседі. Айқанат олимпиадасына тоқталатын болсақ, Айқанат олимпиадасы тек қана ауыл оқушыларына арналған, яғни ауыл мектептерінде оқитын оқушылар ғана бұл олимпиадаға қатыса алады. Айқанат олимпиадасы негізінен 3 кезеңнен тұрады. Біріншісі аудандық, екіншісі облыстық, үшіншісі республикалық. Мен өзім IQ 21-9-мын, яғни 2021 жылы тапсырған 9 сынып оқушысы. Дәл қазіргі кезде мен 10 сынып оқимын. Мен тапсырған уақытта аудандық кезеңге барлығы республика бойынша 46 мың оқушы тапсырған болатын. Менің ауданымның өзінен 250 шақты оқушы, және де сол 250 оқушының ішінен тек қана 40 оқушы екінші кезеңге, яғни облыстық кезеңге жолдама алды. Және де кейіннен келе осы 40 оқушы бір мектепке жиналып, 3-ші турға тапсырдық, және де осы 3-ші турға 40 оқушының ішінен тек қана 4 қана оқушы жолдама алдық. Оның ішінде мен де бармын, және де менің қасымдағы 3 айқанаттық. Мен Айқанат олимпиадасының бірінші турын қателеспесем қыркүйек немесе қазан айларында тапсырдым, және де мен жауабын 2-3 айдай күттім. Жауабы шыққаннан кейін мен екінші турды сәуір айында тапсырған болатынмын, және де ол кезде жауабы тез арада 2 апта ішінде келді. Мен Айқанат олимпиадасының 3-ші турын Қапшағай қаласында орналасқан Балдәурен лагерінде тапсырдым. 3-ші кезеңге өткен оқушылардың аты жөндері белгілі болған соң, барлық IQ топ мүшелері сол адамдарды табу үшін жұмыс жасады, және де кейіннен келе барлық оқушылардың контактілерін тауып, олармен группа ашылды, және де бұл менің облысымның Жамбыл облысында да жүзеге асырылды, және де бізге кейіннен келе Айқанат олимпиадасы жайында, Айқанат қоры, Айқанат High School Бурабай мектебі жайында түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Айқанаттықтар 3-ші турды слет деп атайды, және де бұл слетқа барлық олимпиадаға қатысқан 46 мың оқушының арасынан тек қана 700 ғана оқушы таңдалып алынды, және де осы олимпиада үшін республиканың шет-шетінен Қапшағай қаласына оқушылар келді. Және де слет уақытысында біз тек қана олимпиада тапсырған жоқпыз, сонымен қатар бізге Едукон академиясы немесе білім беру қоры түрлі семинарлар, тренингтер өткізді. Слетқа барғаннан кейін екінші күні барлық келген 700 оқушы олимпиада тапсырған болатын, және де сол олимпиададан ең жоғары ұпай жинаған 300 оқушыны мектепке тапсыруға мүмкіндік алды, және де мен де солармен бірге мүмкіндік алған болатын, бірақ мен өкінішке орай өз мүмкіндігімді жіберіп алдым. Яғни сол жерге өткен ең үздік 300 оқушының ішінен тек қана 100 оқушыны мектепке, яғни Айқанат High School of Бурабай мектебіне шақыртып алды, яғни грант таратып алды. 300 оқушы қатарына кіріп, бірақ 100 оқушының қатарына іліге алмаған мен сияқты көптеген оқушылармен IQ бағдарламасын жасады. Яғни бұл программа жылына бір рет IQ HSP мектебіне IQ программасына өткен оқушыларды 2 аптаға оқуға жібереді, және де бізбен түрлі конференциялық сабақтар өткізіледі, ағылшын тілін үйретіледі. Бұл IQ бағдарламасы бойынша қараша айында өзімнің 2 апталық оқуыма барып келген болатынмын. Уақыт бойынша Айқанат олимпиадасының 2-ші туры басталып кетті. Бүгін қателеспесем Түркістан және де Шығыс Қазақстан облыстарында Айқанат олимпиадасының 2-ші туры басталды. Ал Жамбыл облысы бойынша бұл 30 сәуірден 2 наурызға дейін созылатын болады. Мен Талас ауданы бойынша 2 наурыз күні волонтер боламын. Айқанат олимпиадасының 2-ші турынан өткен оқушылар олимпиаданың 3-ші турына жолдама алады. High School of Бурабай бұл өз оқушыларын фильм технологиялары бойынша оқытады. Бұл мектепке грант таратып алуға болады. Ол грантты сіз тек қана Айқанат олимпиадасы арқылы ұтып ала аласыз. Егер де сіз бұл мектепке грант алмай қалған болсаңыз, ақылы түрде оқысаңыз болады. Бірақ ол үшін сіздің қалтаңызда 6 миллион теңге болу керек, және де бұл 6 миллион теңге мектепте оқудың тек қана 1 жылғы ақысы. Оқу 2 семестрден тұрады. Олимпиадасы Айқанат High School of Бурабай мектебі және де IQ топ жайында барлық мәліметтерді айттым деген ойдамын. Егер сұрақтарыңыз болса, менің инстама жазсаңыздар болады. Бүгін менің видеом қызықты әрі пайдалы болса, лайк басыңыздар, және де маған подписаться етуді ұмытпаңыздар, себебі бұл каналда Айқанат жайында көптеген видеолар шығатын болады, сіздерге қызықты болады.